Тарихы тереңде жатқан мәдени-тарихи аймақ Батыс Қазақстан облысындағы көне шаһар Орал қаласы, Жымпиты ауылы, Бөкей ордасы, Қаратөбе аудандары Күнбатыс Алашорда тарихынан сыр шертетін алаш зиялылары жүріп өткен киелі мекен. Біздің өлкеміз Батыс Алашорда тарихына қатысты тарихи орындар мен ғимараттарға бай аймақ. Батыс Қазақстан облысы қайталанбас, ерекше мәдени және тарихи ескерткіштерге бай аймақ. Күнбатыс Алашорда ізімен экспедициясы Орал қаласынан бастауын алады. Жаһанша Досмұхамедов көшесіндегі бұл ғимарат 19 ғасырдың басты тарихи ескерткіші болып табылады. Осында 1905 жылдың соңында Батыс өлкесінің 5 облысынан келген делегаттардың қатысуымен қазақтың тұңғыш құрылтайы, яғни съезі өткені тарихтан аян. Және де осы ғимаратта Қазақ демократиялық конституциялық партиясы құрылды. Бұл өз кезегінде Алаш партиясының негізін қалады. 20 ғасырдың бас кезінде Қазақ өлкесінде ұлттық саяси партияларының алғышартының қалыптасып, одан әрі дамуы қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының маңызды кезеңі болып табылады. 1917 жылы белең алған саяси өзгерістер Алаш қозғалысына жаңа мүмкіндіктер мен жауапты міндеттер жүктеді. Қазақ халқының тағдырына өздерін жауапты санаған алаш қайраткерлері 1905 жылдан бері қарай қозғалып келе жатқан автономия мәселесін күн тәртібіне қойды. Алдымызда тұрған ғимарат 19 ғасырдың тарихи ескерткіші Орал реалдық әскери училищесі. 1877 жылы құрылған бұл училищеде 286-ға жуық бала оқыған. Осы училищеде алаш қайраткерлерінің басым көпшілігі оқып, білім алып, Ресейдің жоғары оқу орындарына оқуға түскен. Алаш қайраткерлері оқып, іздері қалған Орал реалдық әскери училищенің тарихы тереңде. Болашақ алаш қайраткерлері Ғұбайдолла Бердиев, Халел Досмұхамедов, Жаһанша Досмұхамедов, Беркінғали Атшыбаев, Бижан Жанқадамов, Есенғали Қасаболатов және тағы да басқалары осы аталған оқу орында оқыған. Осы тақтатаста 1901-1909 жылдар аралығында Орал әскери училищесінде оқыған қазақ жастары мен болашақ алаш қайраткерлерінің тізімі берілген. Біз қазір рухани мұра кабинетіндегі алаш арыстарына тағзым бұрышын тамашалап тұрмыз. Реалдық училище шәкірттері қаланың көптеген өндіріс орындарында болып тәжірибе жинақтады. Олар Кондрахинның бағында, Додонов кірпіш зауытында, Панюшин диірменінде, Михайлов соборында, Пфейлдің лакрица зауытында болды. Орал реалдық әскери училищесінде 20 ғасырдың аяғында 6 негізгі және 2 қосымша сыныпта 286 шәкірт білім алып, оның 18-і қазақ балалары болған. Оларға арнайы жатақхана салынып, шәкіртақы төленген. Оқу дерсінде физика, химия лабораториялары, музей және метеорология кабинеті жасақталып, би мен вокал үйірмелері ұйымдастырылған. Бұл өңірден, батыс өңірден, Бөкей ордасынан, жалпы Орал облысының аумағынан оқыған қазақтар өте көп шықты, сауатты. Және олар өз кезегінде ішкі Ресейдегі жоғары оқу орындарында білім алуға ұмтылды. Сөйтіп, университеттік деңгейде білім алған қазақтар революцияға дейін де, сол революция қарсаңында өте көп болған. Сондықтан да бұл өңірді бір зиялылықтың ортасы деп айтуға болады. Және әрине азаттық қозғалысы өркендеген кезеңде осы өңірде саяси бір күш, саяси екпін ерекше болды. Ұстаздардың ішінде Жаһаншаға жақын іш тартатын неміс тілінің мұғалімі Феликс Клизингер болды. Ол жас шәкіртінің қоғамға еңбек ету үшін оқимын деген жауабына ризашылық танытып, олай болса тарихқа үңіл, зертте, халыққа еңбек етуге дайындал деген кеңес береді. 1899 жылы Жаһанша Орал әскери реалдық оқу орнына түседі де 1905 жылы алтын белгімен аяқтайды. Кейін ол Санкт-Петербургтегі университеттің заң факультетіне түседі. Қазіргі таңда әскери реалдық училищенің ғимаратында Жаһанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж орналасқан.
Ал біздің оң жағымызда Жаһанша Досмұхамедов ескерткіш орнатылған. Алашорда үкіметінің батыс қанаты Күнбатыс Алашордасының орталығы болған Жымпиты ауылында Алаш тарихымен байланысты бірнеше ғимарат сақталған. Оның бірі Күнбатыс Алашорданың кеңсесі, екіншісі 19 ғасырға тиесілі мұсылмандар мешіті. Алаш жұрты азаттыққа қол созған 1917-1918 жылдары Алашорданың батыс қанаты ең ұзақ 19 ай 570 күн бойы өмір сүрген. Бүгінде Жымпиты ауылында Алаш аллеясы, Алашорда музейі жұмыс істейді. 20 ғасырдың басында Жымпиты өңірі үлкен оқиғалардың орталығына айналды. Осы жерде Күнбатыс Алашорда үкіметі қаланып, тұңғыш қазақ мемлекетінің іргетасы қаланды. 1918-1919 жылдары Халел мен Жаһанша Досмұхамбетовтардың басқарған Күнбатыс Алашорда үкіметінің орын тепкен тарихи ғимараты Сырым ауданы Жымпиты ауылында орналасқан. Бұл тарихи ғимарат өткен ғасырдың орта шеніне дейін Таракановтың үйі деген атпен белгілі болды. Бүгінде бұл ескерткіш мемлекеттің қорғауына алынған. Кезекте бұл отан тарихында, жалпы қазақ тарихында 20 ғасырдың басындағы саяси оқиға, саяси құбылыс болып есептеледі. Алашорданың бір құрамдас бөлігі, Күнбатыс Алашорда дейміз, Батыс Алашорда дейміз, негізі дұрысы Алашорданың батыс бөлімі деп айтылу керек. 1917 жылы 5-13 желтоқсан аралығында Орынбор қаласында екінші жалпы қазақ съезі өткізілді. Съез нәтижесінде Әлиханов Бөкейханов бастаған Алашорда үкіметі құрылған болатын. 1918 жылғы мамыр айының 18-21 аралығында Жымпитыда Орал өңірі қазақтарының 4-ші облыстық съезінде Жаһанша мен Халел Досмұхамедовтер Ойыл уәлиятының уақытша үкіметін құрды. Құрамына Ілбішін, Орал, Атырау, Ақтөбе, Ырғыз уездерінің қазақтар мекендеген аудандары мен Маңғыстау, Ойыл және Бөкей уездері кірді. Осы ғимаратта 1918 жылдың ақпан айынан 1920 жылдың қазан айына дейін Алашорда үкіметі орналасты. Үкіметтің басшысы болып Жаһанша Досмұхамедұлы, ал орынбасары болып Халел Досмұхамедұлы сайланды. Алашорда бұл үкімет қой. Үкіметтің құрамына назар аударсаңыздар, ол 15 адамнан тұрды. Алашорда үкіметінің өте сапалық деңгейі өте жоғары болған. Себебі Әлихан Бөкейхан бастаған 15 адамнан тұратын Алашорда үкімет мүшелері барлығы да жоғары білімді, университеттік деңгейде білім алған адамдар. 15 мүшенің 6-ы заңгер болған. Соған назар аудару керек. Ал бұндай сапалық деңгей, сапалық көрсеткіш сол кезеңде бірде-бір мемлекетте болған жоқ. Ресей империясының құрамына кіретін. Тіпті Совет үкіметінің өзі, Ленин басқарған Совнаркомның өзі ондай сапалық деңгейде болмаған. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, сол жақ бұрышта Халел Досмұхамбетов отырса, ал оң жақ төрде Жаһанша Досмұхамбетов жұмыс істеген. Бұны біз олардың лауазымы мысалында түсіндіре аламыз. Халел Досмұхамбетов ол Жаһанша Досмұхамбетовтың оң қолы, орынбасары ретінде белгілі болса, ал төрдегі Жаһанша Досмұхамбетов ол Күнбатыс Алашорда үкіметінің басшысы. Алдарыңызда 20 ғасырдағы Қызыл үй аталған Жымпиты ауылының ұқсастырылған диорамасы. Бұл жерде 1918 жылдың мамыр айының 18-21 күндері Орал өңірі қазақтарының 4-ші облыстық съезі өтті. 1918 жылы мамыр айында өткен құрылтай жиналысында бірнеше мәселелер қаралып, олардың шешімі шықты. Біріншіден, Алаш үкіметінің батыс бөлімі құрылсын. Оның құрамы 7 адамнан болсын. Екіншіден, халық милициясы және үкіметті ұстап тұру үшін халықтан қаржы әр тұрбадан 200 сом ақша жиналсын. Үшіншіден, Алашорда үкіметінің жанынан 2000 адамнан құралатын халықтық милиция жасақталсын. Оның құралдары халықтан алынсын. Алаш қайраткерлерінің мемлекет мәселесіндегі көзқарастарының құндылығы ерекше. Бірінші кезекте олар жер мәселесін шешті. Жер мәселесін. Яғни
сол кезеңде оның алдында көп жылдар бұрын басталған столыпиндік реформадан басталған орыс шаруаларының Қазақстанға жаппай көшірілуін тоқтату бірінші кезекте. Алашорда өзінің үкіметін құра отырып, сол кезеңде үкіметін құра отырып, жаңағы Қазақстанға тағдырдың талайыменен көшіп келген өзге ұлт өкілдерін олар жатсынған жоқ. Оларды сыртқа тепкен жоқ. Олардың концепциясында, яғни қоныс аударушылар, орыс, украин, басқа ұлт өкілдері қоныс аударған Қазақстанға. Олар Қазақстанды тастап кетсін деген ешқандай концепция жоқ. Олардың да отаны осы жер, олар осы жерде өсіп өну керек деген концепцияны ұстанды. Яғни Алашорда бұл жағынан өте ізгілікті демократиялық бағыт ұстанды. 1918 жылғы қыркүйекте Уфа директориясын құру туралы мәжіліске қатынасқан Алаш автономиясының делегаттары сол айдың 11 жұлдызында автономияның жергілікті басқару жүйесі туралы мәселені талқылап, Алашорданың батыс бөлімшесін құру туралы шешімге қол қойды. Осыған орай Күнбатыс Алашорда үкіметі құрылысымен оның арнайы әскері мен уәлаят милициясы құрастырылған болатын. Сол милицияның қолданған қару-жарақтар топтамасы, соның ішінде 5 атар, 6 атар мылтықтар, қайқы қылыштар мен полиция қолданған тапаншаларды көруге болады. Алдарыңызда 20 ғасырдың жазу машинкасы. Осындай секілді машинкалар арқылы сол кездегі маңызды құжаттар басылып шығарылды. Мәселен, үстелдің үстіндегі архивтік құжаттар арқылы біз оны көре аламыз. Жаһанша Досмұхамедов қазақ офицерлерін дайындауға көп көңіл бөлді. Жымпиты мен Ойыл жерінде қазақ жастарына арнап орта білім беретін оқу орнын ашты. Оған Ресей әскері қатарындағы орыс офицерлерін оқытушы ретінде жұмысқа шақырды. Ресейлік үлгіде ашылған Ойыл юнкерлер мектебі Жымпиты прапорщиктер мектебі болды. Бір кездері Алаш қайраткерлерінің Мәскеуде білім алғанын ескерсек, бүкіл Ресейге әйгілі танымал болған Кузнецов ыдыстарын осы алғаш тұтынған қазақ зиялыларының отбасы болған еді. Сырым топырағынан шыққан, көкірегі ояу, көзі ашық, танымы кең Халел мен Жаһанша секілді жалынды жастар бұл үрдістен қалыс қалмай, қолөнер бұйымдарын, соның ішінде айтылып кеткендей Кузнецов ыдыстарын елге әкеліп, оны пайдаланғаны мәлім болды. Азамат соғысы жылдарында Батыс Алашорда жетекшілерінің басты саясаты қазақ жұртшылығын қорғау және аумалы төкпелі заман ағымына орынсыз килікпеу. Оған қоса, кеңес басшылығының Алашорда мүшелеріне сеністік танытқандықтан Алашорда бөлімшесі таратылды және оның жетекшілері қазақ даласынан біраз уақытқа аластатылды. Азамат соғысы басталуына байланысты Орынбор қаласын Қызыл армия басып алды. Бұл өзіміз білетіндей Алашорда бұл Совет үкіметінің қарсыласы, Совет үкіметінің жауы болып есептелді. Әрине, азамат соғыс жылдарында Алашорда бірінші кезекте ақ гвардияшылармен одақтасты, солармен келісімге келді. Осындай жағдайда атаман Дутов бастаған ақ гвардияшылар Орынбор қаласын тастап кетуге мәжбүр болды. Онымен бірге Алашорда да бірге кетті. Азаттықты аңсап, тәуелсіздікті көздеген қаншама қайраткер солақай саясаттың құрбан атанды. Ендігі міндет олардың халық үшін жасаған еңбегін ұмытпай, ел жадында мәңгіге сақтау. Халқымызда өшкені жанып, өлгені тірілді деген қанатты сөз бар. 70 жылдан астам бойы аттарын атауға тыйым салынып, еңбектерін архивтің шам басқан сөйлеулерінен шығартпай қойған солақай саясаттың заманы өтіп, бүгінгі тәуелсіздік тұсында Алаш зиялыларының рухы халықпен қайта қауышты. Қазақ тарихында Алаш арыстарының орны ерекше. Осыдан 12 жыл бұрын Жымпитыда Алаштың 90 жылдығына арналып Алаш арыстары саябағы ашылды. Онда Жаһанша және Алаш арыстарының бюстік стеллалары жасалды. Біз қазір Жымпиты ауылындағы Алаш аллеясындамыз. Осынау аласапыран заманда Алаш арыстарының ішінде дербес мемлекет құру ісін қолға алған азамат ол Жаһанша Досмұхамедов. Ол Алаш қозғалыстарының аса ірі қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, Алашорданың батыс бөлімшесінің төрағасы және заңгер.
Халел Досмұхамедов Уэлл уәлаятының негізін қалаушылардың бірі, ұйымдастырушысы. Мамандығы дәрігер болғанына қарамастан, қоғамның басқа да салаларында өз еңбегін қосқан ерекше дарын иесі. Батыс Алашорда қайраткері Дәулетшах Күсепқалиев Қазақтан шыққан ең алғаш жоғары білімді дәрігер. Ол Жымпитыдағы Земстолық аурухананың тұңғыш меңгерушісі. Эпидемиолог дәрігер Кольцовпен бірге Қазақ даласында обаға қарсы күрес жүргізушілердің бірі. Уәлитхан Танашев Алашорданың күрескер азаматы, көрнекті қоғам қайраткері, бүкіл ресейлік құрылтайдың мүшесі. Алаштың қайраткері Уәлитхан Танашев. Уәлитхан Танашев сол кезеңде Алашорданың қызметіндегі оның атқарған еңбегін әрине айта беруге болады. Ол мына қазақ шекарасын белгілеуде, Ленин менен және Сталин менен келіссөздер жүргізген топтың ішінде бар. Әлімхан Ермеков, Уәлитхан Танашев, міне Ахмет Байтұрсынов бірнеше сағаттап кезінде Лениннің көзін жеткізген. Яғни патша үкіметі кезінде тартып алынған жерлердің қазақтығы екендігін дәлелдеп берген. Және бүгінгі біздің кең байтақ Қазақстан территориясының шекарасын сол кезде белгілеуде Совет үкіметінің басшыларының көзін жеткізген қайраткер ретінде қабылдаймыз біз Уәлитхан Танашевты. Бақтыгерей Құлманов, Алаш қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, бірінші, екінші мемлекеттік думалардың депутаты, шығыстанушы, алғашқы ғылым кандидаты. Қазақ зиялылары өзінің мемлекетін құру үшін күрестеп, өте көп зардап шекті. Өте көп. Ол саяси науқанның құрбандары болды деп айтуға болады. Бірақ кеңес үкімет кезде бұның бәрі зерттелген жоқ, толықтай. Біздер қай мемлекеттің құрамындамыз, сол мемлекеттің мүддесі ғой енді, елде үстемдік ететін. Сондықтан кеңес үкіметтің құрамында болғасын біздер сондай идеологияға тап болдық. Көптеген деректер содан ашылмай, табылмай, білмей, көп зиялылары, қазақ зиялыларын танымай қалды ешкімді, қазір білмей қалды. Соңғы жылдары ғана сол таңтындап қазір деректер шығып, олардың ұрпақтары табылып, шетелге кетіп қалған ұрпақтары табылып, КМБ-ның архивында сақталып қалған, құпия болып сақталған деректер табылып, қазір осындай өз тарихымызды өзіміз айтып, өзіміз зерттеп, танытатын жағдайға қазір Құдайға шүкір жеттік деп айтуға болады. Алаш туы астында, біз Алаштың баласы, күніміз туып аспанда сарыарқаның даласы. Жасайды Алаш өлмейміз, жасасын Алаш жасасын. Қазақ зиялылары сырымда тылының реформаторлық еңбектерінен үлгі алып, оның шешендік сөздері мен ақыл сөздерін өздерінің өмірлік ұстанымдарына айналдырды. Шынында, алғаш рет азаттық туын көтеріп, отаршылдарға қарсы атойлаған жер осы Сырым елі. 1783 жылы Ресей империясының отаршылдық саясатына қарсы қол бастаған батыр, би, шешен, Сырымда тұлын әрбір қазақ мақтаныш етеді. Бұл тарихи ескерткіш кеңестік дәуірдегі баспахана үйі. Дәл осы жерде Батыс Алашорда қайраткері Ахмет Маметов Еркін Қазақ және Қызылту газеттерін басып шығарды. Ахмет Маметов Батыс Қазақстан өңірінен шыққан Алашорда қайраткерлерінің бірі, ақын, жазушы, доктор. 1920 жылы Батыс Алашорда үкіметі таратылғаннан кейін ол Оралға келіп, халық ағарту, медицина саласында қызмет етеді. 1931 жылдан бастап Орал облыстық денсаулық сақтау бөлімі меңгерушісінің орынбасары болып қызмет атқарады. Дәл осы үйде Мәншүктің әкесі Ахмет өзінің отбасымен бірге 1932 жылдан бастап 1934 жылға дейін тұрған. Кешегі қылышынан қан тамған кеңестік идеология салдарынан Мәншүктің әкесі Ахметтің есімі көпке шейін айтылмай келді. Ахмет Маметов Батыс Алашорданың қайраткері болып, 1938 жылы халық жауы атанып атылып кетті. Бұл ғимарат қазақтың батыр қызы Мәншүк Маметованың мемориалдық мұражай үйі ретінде 38 жылдан астам уақыт бойы Орал қаласының тұрғындары мен қонақтарына қызмет атқарып келеді.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2017 жылы Орал қаласында рухани жаңғыру музейі ашылды. Алашорданың ғұмыр жолы өте қысқа болды. Ол кем дегенде бір ширек ғасыр оған мүмкіндік берілген кезеңде ол Қазақстанды тәуелсіздікке жеткізіп кететін еді. Алашорданың қызметінің баянды болмауының басты себебі оған оппозициялық күш болған Совет үкіметінің бірден репрессиялық шараларды қолдануында жатыр. Ешқандай демократиялық принциптер, өркениетті заманның сөз бостандығы бойынша талас тартыстар, дискуссия мүлде біреуі де болған жоқ. Пікір талас атымен жоқ. Бірінші кезекте Совет үкіметі тыйым салу, репрессиялық шараларды қолданды. Яғни ол тіпті сол 20 ғасырдың 20 жылдарында басталып кеткендігін біз баса көрсетуіміз керек. Алашорданың ғұмыр жолы өте қысқа болды. Ол кем дегенде бір ширек ғасыр оған мүмкіндік берілген кезеңде ол Қазақстанды тәуелсіздікке жеткізіп кететін еді. Біз қазір рухани жаңғыру музейіндегі Алаш залындамыз. Мысалы, осы үстелде сол замандағы Алаш қайраткерлері жиналып, көптеген мәселелерді талқылап кездесулер ұйымдастырған. Қазір біз баспахана залындамыз. Көз жүгіртетін болсақ, Алаш қайраткерлерінің ат салысуымен Қазақстан, Ұран, Еркін Қазақ газеттерінің жарыққа шыққандығын көре аламыз. Біз қазір тәуелсіздік залындамыз. Ғасырлар бойы күрестің жемісімен келген жеңісті баянды етіп, мәңгілік ел болуды мақсат еткен Алаш қайраткерлерінің шын мәніндегі мақсаты жүзеге асты. Елінің еркіндігі мен халқының азаттығы үшін барша ғұмырларын арнаған Алаш қайраткерлерін еске түсіру, олардың өмірі мен шығармашылық мұрасынан тағылым алу, әсіресе оны өскелең ұрпақтың санасына сіңіру баршамыздың парызымыз. Бұл Алаш қайраткерлеріне көрсетілген тағзым. Алаш рухын асқақтату, Алаш қайраткерлерінің мұраларын зерттеу бізге және келешек ұрпаққа керек ұлттық намысымызды жетілдіретін игі іс.